Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен оңай әрі тез дайындалатын тағам түрін пісіреміз. Алдымен тауық аяқтарын маринадтаймыз. Май, майонез және үйдегі бар соусты қосып аламыз. Қара бұрыш, тұзымызды қосамыз. Сарымсақты үккіштен өткізіп қосып аламыз. Пиязымыздың қабығын ашып, жақсылап жуып, турап аламыз. Туралған пиязды тауыққа салып араластырамыз. Және де үйіңізде қандай томат бар, немесе салат болса, салып араластырып жібереміз. Бетін жауып, 15 минутқа қоямыз. Осы уақыт аралығында сәбіз бен картопымызды турап аламыз. Қыздар, духовкада пісетін тағам түрлері токсикоз кезінде жақсы көмектеседі. Ыдысымызды майлап, картопымызды және сәбізімізді саламыз. Үстінен тауығымызды әдемілеп жайғастырамыз. «200 градус қызып тұрған пеште 50-60 минутқа қойып пісіріп аламыз. Бастысы үйдегі бар заттармен дәмді тағамдар жасап, жанұяңызды қуантудан жалықпаңыз. Кәдеңізге жарағаныма қуаныштымын. Видео ұнаса лайк басып, маған тіркеліңіз. Баршаңызға ас болсын. Рахмет.